қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің тағы бір дайын тұрған жұмысымды таныстырғым келеді. Бұны мен біраз жыл бұрын тіккен болатынмын. Бұл накидка, яғни шашты қиғанда, шашты бояғанда мойынға киетін. Бұны мен үйдегі пайдасы болып сынып қалған зонтиктің, яғни қолшаттардың материалынан жасаған болатынмын. Міне қарап отырсаңыздар, өте әдемі түс, мынандай гүлі бар. Сондықтан мен оны тастағым келмей, жап-жаңа болғасын қиып төбесін алып тастап, зонтиктің астындағы темірлердің барлығын сөгіп, тазалап, темірін тастадым да, материалын бір жуып, сосын осындай етіп, келтіріп, пішіп, мойын тұсы, мына жер, ол зонтиктің төбесі мойынға келетіндей етіп, қиып алып, дөңгелетіп, жиегінде тегістеп, жалбыраған жерлерін бәрін дұрыстап, сыртына міне қатты болып тұру үшін осындай етіп, үйдегі қиық материалдардан көмкеріп тігіп шықтым жиектеп. Өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Енді бұндай нәрсе жасап жатсаңыздар, мынандай материалдарыңыз болмаса, өз-өзіне көмкерсеңіздер де болады. Бірақ мынау кішкене мынандай сусылдап былай тұрмайтын материал болғандықтан, барынша осындай ХБ материал болса, көмкеріп жіберген жақсы деп айта аламын. Енді жалпы көлемін, үлкендігін, тігілуін көрсетіп жіберейін. Кез келген адамның қолынан келеді. Осындай жарамсыз болып қалған нәрсеге екінші өмір сыйлау мақсатында осы видеоны түсіріп отырмын. Үйге қажетті, кез келген қыз-келіншекке керекті нәрсе деп ойлаймын. Мінекей, мынандай жабыстырма салдым. Бұны екеу етіп салсаңыздар болады. Мына жерге үлкендеу кісіге мойнын кеңітуге, тағы біреуін мына жерге тігіп жіберсеңіздер, былай жинақтап, кішкентай баланың шашын қиғанда да осылай ұстата қоюға жақсы ыңғайлы болады. Мінекей, барлығы аккуратно, яғни жинақы, тап-таза тігілген, ештеңе жеп жалбырап тұрған ештеңесі жоқ, барлығын қарап осылай етіп жасадым. Енді бұны біраз жылдан бері біз қолданып келеміз. Шаш қиғанда да, бояғанда да, енді былай мойныңызға жауып алсаңыз өте күшті. Мінекей, магазинде сатып жатырған осындай накидкалардан ешқандай кемшілігі жоқ, артық болмаса, өйткені өз қолыңыздан шыққан нәрсе әрқашанда адамның өзіне ыстық болып көрінеді. Сондықтан енді осылай кез келген үйде сынып жатқан зонтик болса, осылай сөгіп алып жасап алсаңыздар болады деп көрсетіп жатырмын. Мінекей, мойын-мойынсы, жалпы енді ашып көрсетсеңіздер, ашып көрсетейін. Түсінікті болу үшін осылай жасап үйде тігіп алсаңыздар болады. Мынаны енді тігіп көрейін деген адамдар болса, бұрын соңды іс тікпеген ханымдар болса, айта кететін нәрсе, мына жерін ойған кезде қатты үлкен ой жібермеңіздер. Бірінші шағындау етіп ойып, төбесі ғой, алып тастайсыздар. Осы жерді шағындау етіп ойып, мойындарыңызға салып көріңіздер. Мына жері кішкене молдау айқасатындай болсын, соған мән берсеңіздер жақсы. Себебі мына ұшына тіксеңіздер де болады, мына жабыстырманы, бірақ былай жабыстырып отырған кезде мына жер ашылып кете береді. Сол себепті кішкене айқасқан жақсы. Осылай. Енді мына жер салбырап тұрмасын десеңіздер, кішкене ішінен де тағы біреуін мына жерге іліп жіберуге болады, ұстатып былай көтеріңкіреп тұру үшін. Ол өз қолдарыңызда мына жерге біреуін жасап қоюға болады, кішкентай балдардың мойнына бүйтіп шағындап тартып салу үшін. Оның барлығын мынандайларды да мен осы ескі киімдардан, пайдасы болып қалған нәрселерден сөгіп алып, осылай жуып салып қоямын. Керекті нәрсеге осылай пайдаланамын. Еш нәрсені тастамай, тек өте тозған нәрсе болмаса, басқа нәрсенің барлығына екінші өмір сыйлауға болады. Осылай жасап алуға. Қалған жерлер осындай өзінің кругымен тұр, яғни дөңгелек болып пішілгендей. Тек бір жағын ғана жарып алып тастайсыздар да, міне осылай етіп көмкеріп, машинкамен тігіп, кәдімгі қарапайым тігіспен көмкересіздер. Еш қиындығы жоқ. Осылай жасап алсаңыздар болады. Енді менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта әлі талай қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Осындай жұмыстардың жасалу жолдарымен. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Оқып жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.